ұлттық арнасы «Сезім толқыны» атты телехикая түсіре бастады. Шынайы махаббат пен отбасылық құндылықтар дәріптелетін жоба үшін Ақтау қаласының көрікті жерлері мен Қарт-Каспийдің жағасы әдейі таңдалған. Жоба жетекшілері осы арқылы өңірдің туристік әлеуетін дамытуға үлес қосуды көздейді. Ой, балам, келдің бе? Отыр. Не болып қалды? Керек келдегіңде жетіп келсің. Сезім толқыны телехикаясы Толқын есімді қыздың қиын тағдыры жайлы. Бойжеткен ата-анасынан ерте айырылып, кішкентай інісімен бірге жетімдіктің тақсыретін көп тартады. Қарақшылар баспанасын тартып алған соң, Ақтаудағы Қаныш ағасынан көмек сұрап келеді. Жаман ауруға шалдыққан Қаныш оған қандай өтініш айтады. Осыдан кейін бойжеткеннің тағдыры қалай өзгереді? Шытырман оқиғаларға толы сериалдың қазір 2 бөлімі түсірілді. Біздің ұлттық тәрбиемізді, шынайы жаңа махаббатты және ұлттық идеологиямызды қамти отырып, біз осы сериалды түсіріп бастадық. Және сонымен қатар бұл бізде Ақтаудың туризміне дамуына үлес қосамыз деп ойлаймыз. Телехикаяда рөлдерді жас актерлар сомдайды. Толқынды солардың бірі Дилназ Ертаева ойнайды. Актриса өнер академиясының биылғы түлегі. Жаста болса, бұған дейін Ұлы дала таңы фильмінде Алтын Бекенің рөлін сомдаған. Али, есікті қатты ашпайық қой, өзің өтетіндей болсын. Приготовились? Начали? Бұл менің екінші проектім. Басты героиня ретінде шығып жатқан. Жалпы рөліме келетін болсақ, Толқын атты персонаж қатты айтатын жерінде айтады, басатын жерінде басады. Екі мінезі де бар, сабырлы, тәрбиелі, өте өзімнің оң жамбасыма жатқан рөлдердің бірі болды. Телехикая 20 бөлімнен тұрады және толықтай Ақтау қаласында түсіріледі. Қазақстан телерадиокорпорациясы биыл жалпы саны 221 бөлімнен тұратын 17 телехикая түсірді. Соның ішінде 5 тарихи сериал бар. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Зілбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Ал мендегі ақпараттар осы. Айырылып, кішкентай інісімен бірге жетімдіктің тақсыретін көп тартады. Қарақшылар баспанасын тартып алған соң, Ақтаудағы Қаныш ағасынан көмек сұрап келеді. Жаман ауруға шалдыққан Қаныш оған қандай өтініш айтады? Осыдан кейін бойжеткеннің тағдыры қалай өзгереді? Шытырман оқиғаларға толы сериалдың қазір 2 бөлімі түсірілді. Біздің ұлттық тәрбиемізді, шынайы жаңа махаббатты және ұлттық идеологиямызды қамти отырып, біз осы сериалды түсіріп бастадық. Және сонымен қатар бұл бізде Ақтаудың туризміне дамуына үлес қосамыз деп ойлаймыз. Телехикаяда рөлдерді жас актерлар сомдайды. Толқынды солардың бірі Дилназ Ертаева ойнайды. Актриса өнер академиясының биылғы түлегі. Жаста болса, бұған дейін Ұлы дала таңы фильмінде Алтын Бекенің рөлін сомдаған. Али, есікті қатты ашпайық қой, өзің өтетіндей болсын. Приготовились? Начали? Бұл менің екінші проектім. Басты героиня ретінде шығып жатқан. Жалпы рөліме келетін болсақ, Толқын атты персонаж қатты айтатын жерінде айтады, басатын жерінде басады. Екі мінезі де бар, сабырлы, тәрбиелі, өте өзімнің оң жамбасыма жатқан рөлдердің бірі болды. Телехикая 20 бөлімнен тұрады және толықтай Ақтау қаласында түсіріледі. Қазақстан телерадиокорпорациясы биыл жалпы саны 221 бөлімнен тұратын 17 телехикая түсірді. Соның ішінде 5 тарихи сериал бар. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Зілбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Ал мендегі ақпараттар осы.